Егер де сіз төтенше жағдайға тап болсаңыз, мына нөмірлерге жедел хабарласыңыз. Бірыңғай кезекші диспетчерлік қызмет 112, полиция 102, терроризмге қарсы қауырт желі 110, жедел медициналық жәрдем 103. Полицияға хабарласқан кезде міндетті түрде өзіңіздің аты-жөніңізді және оқиғаның мән-жайын баяндап беріңіз. Егер де сізге телефон арқылы қорқытулар келіп түссе, сіз ол адамның дауысын, сөйлеу мәнерін және де телефон номерін сақтап, дереу полиция қызметкерлеріне хабарласыңыз. Егер сіз көлікте, аялдамада, пәтерде иесі жоқ сөмке көріп қалсаңыз, оған жоламаңыз, тиіспеңіз, жылжытпаңыз. Жарғыш құрылғылардың белгілері, антенна, сағат тетігінің дыбысы, батареялар, сыртқа шығып тұрған сымдар, иесі жоқ заттарды ұстамау қажет. Егер терроризм актісі орын алса, онда бірден байбалам салмаңыз, терезенің алдына жоламаңыз, құтқарушылардың алдына қарай жүгірмеңіз, жарылыс болған жерге жоламаңыз және басыңызды бүркемелеп жерге жатыңыз.